Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман. Елордадағы Тәуелсіздік сарайында санаулы минуттардан кейін Нұр Отан партиясының 17-ші съезі басталады. Делегаттар кешелі бері елорданы бетке алысты. Талқыға түсер мәселелер, айтылар ойлар аз болмайтыны анық. Қазір біздің тілшіміз Талғат Уәли өз ойымен бөліседі. Бірер сәттен кейін дүйім жұртты елеңдеткен Нұр Отан партиясының 17-ші съезі басталмақ. Бұл шараға 2200-ден астам адам қатысады деп жоспарланып отыр. Әзірше еліміздің әр аймағынан келген делегаттар тіркеуден өтіп жатыр. Съезге келушілердің басым бөлігі Қарағанды, Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарынан екен. Делегаттардың құрамында елімізге танымал беделді азаматтар, еңбек ері, халық қаһарманы атағының иегерлері, әртүрлі сала мамандары, ірі кәсіпорындардың жетекшілері мен ғылым және шығармашылық интеллигенциясының өкілдері бар. Үкіметтік емес және жастар ұйымының үздік бастауыш партия ұйымы мен республикалық байқаудың жеңімпаздары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен партия филиалдарының қызметкерлері де осында. Әлемдегі қалыптасып отырған экономикалық жағдайдың қиындығына қарамастан елбасы әрі партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев алға үлкен мақсаттар қоюда. Еліміздің әлеуметтік және экономикалық жағдайын одан әрі өркендету үшін реформалар қабылданып отыр. Оны халыққа жеткізуде съездің маңызы зор дейді съездің қатысушылары. Талғат Уәли, Қанат Әбілдин, хабар. Съезд жұмысының барысы біздің тілшілер назарында, түскі жаңалықтарда бөлісетін боламыз. Алматы облыстық мәслихатының кезектен тыс сессиясында 2016-2018 жылдарға арналған облыс бюджетінің көрсеткіштеріне өзгерістер енгізу туралы мәселе қаралып, өткен жылға атқарылған жұмыстар туралы есеп берілді. Мәлім болғаны, былтырғы бюджеттік қаражаттарды тиімді жұмсаудың нәтижесінде 12 миллиард теңге үнемделген. Енді бұл ақша биылғы бюджетке қосылып, тұрғындар үшін пайдалы болатын мақсаттарға жұмсалады. Бұл қаржы мынау социальный объектілерге, әлеуметтік, оның ішінде мәдениет, оқу, білім, денсаулық, ауызсу мәселелері, осындай спорт, содан кейін мынау тегін дәрі, соған бөлінген ақша. Бұл енді біздің облысымыз үшін үлкен қаржы. Маңғыстауда былтыр 24319 жұмыс орны құрылып, жұмыссыздық 5%-ға төмендеді. Жастар арасындағы жұмыссыздық 2 есеге азайып отыр. Жаңадан құрылған қызмет түрлерінің басым көпшілігі өндіріс пен құрылыс салаларына тиесілі. Мұнда 7000-нан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылған, 11000-ға жуық тұрғынға түрлі әлеуметтік көмек көрсетілген. Олардың қатарында қоғамдық жұмыстарға тартылып, кәсіби қайта даярлаудан өткендері де бар. Жастар практикасына да айрықша ден қойылып келеді. Өткен жылы 1332 түлекке жолдама берілді. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына бөлінген мемлекет қаржысы толықтай игерілді. Ақтау портының мүмкіндігі артты. Теңіз айлағы солтүстік бағытта кеңейген соң халықаралық көлік дәліздерінің жол торабына айналды. Бүгінде терминалда сынақ жұмыстары жүріп жатыр. Қысқа мерзімді инфрақұрылым жасақталды. Контейнерлерді өңдеуге соңғы үлгідегі қондырғылар алынған. Мұнан соң асты өткізу қарқыны 4 есеге кеңейді. Жалпы айтқанда порттың ендігі жүк өткізу шамасы жылына 3 миллион тоннаға жетті. Сейчас в данный момент задействовано порядка 300 человек. Терминал құрылысын биыл аяқтау жоспарланған. Бүгінде негізгі жұмыс кешеннің шығыс бағытында жүріп жатыр. Ол жақта инженерлік желілер мен қосалқы ғимараттар салынуда. Қазір 300-ге жуық адам жұмысқа қабылданды. Барлығы жергілікті тұрғындар. Кәсіпорын толық іске қосылған соң техникалық мамандар қажет болады. Қысқарту деген мүлдем жоқ. Керісінше жұмысқа қабылдау жүріп жатыр. Тұтас Американың үрейін ұшырған Зика вирусымен күресті Колумбияда да бастап кетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамынан соң билік дертті таратушы масаны жою мақсатымен дәрі себу шараларына көшкен. Естеріңізде болса, мамандар дерттің биыл тез таралып жатқанын бақылап, ауруға шалдыққандар саны 4 миллион адамға жетуі мүмкін деген еді. Әзірге бұл індетке қарсы егілетін вакцина да жоқ. Сондықтан жергілікті билік ауруды тарататын масамен күресуді жөн санап отыр. Колумбия аталмыш шіркейдің түрі көбею үшін өте қолайлы орта болып табылады. Қазірдің өзінде елде ауруға шалдыққандар саны 14 000 адамға жетті. Мемлекет індеттің таралуы бойынша Бразилиядан кейінгі екінші ел. Қауіпті індетті тасымалдаушы масамен күресу әзірге ең дұрыс шешім болып тұр. Елімізде қалдық су қоймалары көп. Бұл шіркейдің көбеюі үшін өте қолайлы орта. Осындай су қоймаларын дәрілеп отырсақ, Зика дертінің белең алуы тоқтайды деп үміттенеміз.
Ал Коста-Рикада Зика ауруына шалдыққан бірінші адам тіркелді. Осыдан кейін елдің халықаралық әуежайларында дәрігерлер сақтық шараларына кіріскен. Себебі вирусты жұқтырған азаматша өзге Латын Америкалық елден келген деген ақпарат бар. Енді ақ халаттылар жолаушыларды елге толықтай тексеріп барып кіргізеді. Американың денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері де бір науқастың тіркелгенін мәлім етті. Миннесота тұрғыны Гондурасқа саяхаттаған көрінеді. Халықаралық санкциялардың құрсауынан босаған Иран әлемдік нарықтағы үлесін арттыруға мүдделі. Парсы елі сауда-экономикалық байланыстарын нығайтуды алғашқы кезекте таяу шығыс аймағындағы көршілерімен бастауды жөн санапты. Иран Түркияның аймақтағы маңызды сауда әріптесі. Ресми деректер бойынша 2014 жылы Парсы елі түрік тауарлары ең көп экспортталған мемлекеттердің үздік ондығына енген. Ал былтыр екеуара ара сауда айналымының көлемі 14 миллиард долларға жуықтапты. Халықаралық шектеулерге қарамастан Түркия Иран мұнайы мен көгілдір газының тұрақты тұтынушысы. Жылына 10 миллиард текше метр газ сатып алады. 8 million square kilometer of Екі ел арасындағы сауда-саттық айналымын 23-тен 30 миллиард долларға ұлғайту жоспарланып отыр. Тіпті біздің әлеуетіміз бұл көрсеткішті 50 миллиардқа дейін көтеруге жеткілікті. Іскерлік байланыстарды тереңдету екі жаққа бірдей тиімді екенін ескерсек, ынтымақтастық шеңберін тек энергетикада емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығы, қаржы мен туризм саласында да дамыту аса маңызды. Иран нарығында түрік капиталының үлесі жыл сайын артуда. Бір ғана Тегеранның өзінде құрылыс, энергетика, көлік пен коммуникация салаларында қызмет көрсететін 100-ге тарта түрік кәсіпорны жұмыс істейді. Ал Тебриздегі еркін экономикалық аймақта 38 инвестициялық жоба іске асырылып жатыр. İran'da ticaret yapıyoruz. İran'da asel Иранмен көп жылдан бері сауда жасаймыз. Олар біздің өндіріп отырған тұрмыстық техникамыздың негізгі тұтынушыларының бірі. Халықаралық шектеулер кезінде ең қиын кедергі қаржылық операцияларды жүргізу болатын. Ал қазір алыс-берісіміз айтарлықтай жеңілдеді. Санкциялар алынған соң нарыққа өзге өндірушілер де ағылып, бәсеке күшеюі мүмкін. Түрік Иран іскерлік қатынастарының өрбуіне қос елдің саяси ұстанымдары кедергі болуы мүмкін дегендер де бар. Алайда сарапшылар қазір іскерлік байланыс орнатуға барлығы ниет білдіріп отырғанын ашық аңғаратындарын айтады. Меруерт Айтқазықызы, Ерлан Жүніс, Седат Денли, Хабар, Түркия. Ал Йеменнің уақытша астанасы Аденде президент сарайының алдында жарылыс болды. Sky News Арабия арнасының мәлімдеуінше лаңкестік әрекет 8 адамның өмірін жалмады. Тағы 12-сі зардап шеккен. Жазатайым болғандардың арасында бейбіт тұрғындар бар. Келіп түскен мәліметтерден жарылғыш орнатылған көліктің Аль-Машик сарайына кіреберісте жарылғандығы белгілі болды. Осының салдарынан маңызды нысанның қақпасы мен бақылау өткізу посты тасталған болған. Аль-Арабия арнасы лаңкестердің көздегені Аден губернаторына қастандық жасау деп хабарлады. Шенеуніктің дәл осы кезде президент сарайында кездесу жоспарланған көрінеді. Әзірге ешбір лаңкестік ұйым қылмысты өз мойнына алған жоқ. Естеріңізде болса, елде 2014 жылдан бері Сауд Арабиясы қолдап келген билік пен хуситтер арасында қақтығыс тыйылар емес. 2015-тің қаңтарында бүлікшілер ел астанасы Сананы да өз бақылауына алған еді. Израильде ақпараттық қауіпсіздікке арналған Сайбертек халықаралық көрмесі өтіп жатыр. Мамандардың пайымдауынша қазіргі таңда бұл тақырып өте өзекті. Себебі соңғы кезде құпия құжаттар сақталған материалдарды хаккерлер қолды қылатын жағдайлар көбейіп кеткен. Сайбертек көрмесін тамашалау үшін мұны адамдар сағаттап кезекте тұруға дайын. Компьютердің жілігін шағып, майын ішкен өз ісінің майталмандары әлемнің түкпір-түкпірінен келген. Олар өздерінің тың жаңалықтарын көпшілікке таныстыруда. Қарапайым интернет қолданушылары виртуалды әлемде қандай тартыстар жүріп жатқанынан бейхабар. Біз құнды құжаттарды қорғап, сақтауға бар күшімізді салып жатырмыз. Хакерлерден қорғану үшін түрлі амалдар ойластырылуда. Қазір кез келген адам интернетпен тығыз байланысты болғандықтан, олардың барлығы хакерлер үшін жеңіл олжа. Тіпті олар банктегі есеп шотыңыз бен ұялы телефоныңызға дейін бақылау орната алады. Сондықтан кибер қылмыскерлермен күресетін арнайы топтар құрылған. Біз хакердің қай жерде заңсыз әрекет етіп отырғанын анықтай аламыз. Оның Wi-Fi немесе мобильді интернет арқылы отырғанын қазір анықтауға мүмкіндік бар. Біз тек қана оларды анықтап қана қоймай, қылмыскерді қолға түсіруіміз керек. Мамандар 2016 жылы интернет қылмыстың жаңа толқыны болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Әсіресе бизнес иелері басты назарда. Өткен ақпараттық әлемде әзірге 100% қауіпсіздік жоқ. Кәусар Айпбергенқызы, Елдос Сапарғали, Динара Бектурова, Израиль. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Түскі жаңалықтарда қайта жүздескенше.